Ләззат Жакыбайқызы, осы компанияға келгеніме 10 жылдай уақыт болды деп айтсам өтірік болмас енді. Үкіметтің жұмысында жүрдім енді осы уақытқа дейін, енді биыл аманшылық болса 78-ден 2018 жылдың арасында 40 жыл уақыт болады екен. 40 жылда 40 жыл үкіметке азғантай ғана табысқа өзімнің уақытымды бөлген екенмін. Сөйтіп жүрген күндердің бірінде уақытында осы ауылға Infineon деген компания келді. Соның ішінде заттары ұнады маған. Сол заттарды сатып алып жүрдім. Сол кездерде менде бір қыз келіп, осы компанияға апа тіркелсеңіз, тегін аласыңыз, өзіңіздің ішкі бағасын аласыңыз деп мені шақырды. Келдім, келгеннен кейін осы жердегі біздің қазіргі осы уақытта отырғанымыз, ол қыз мені тіркетті, жоқ болып кетті өзі. Содан мен Тәрбия Жұмабаева деген қазір біздің элитный директорымыз бар, міне орталарыңызда отыр, Тәрбия көтеріп қойсаң болады. Осы компанияның енді қандай мүмкіншіліктері бар, қандай жақсы жағы бар, соның бәрін түсіндіріп, уақытының бәрін маған бөліп, жаңағы өзінің артынан ерте білген осы мен Тәрбияға мыңда бір біріншіден рахметімді айтқым келеді. Қазір енді жаңа айтып отырмын ғой, үкіметтің жұмысында биыл 40 жыл болады, табысым жаңа 60 мың теңгеге әрең жетті. Келесі жылы аманшылық болса пенсияға шығам 2019 жылы. Итогында менде не болды? Барлық жаңағы осы біздер Советтер Союзының адамдары былай ойлаймыз да, біз үкіметтен кетсек, аш қаламыз, жалаң аш қаламыз, құримыз, бітеміз деп ойлаймыз. Негізі олай емес екен қыздар. Мен жаңа түсініп жатырмын да, осыны. Түсіндім енді, түсініп болдым енді, толықтай. Қазір енді осы компанияға келіп, қазір подерлік болды. Осы жерде мен үйімдегі заттардың барлығын түгел, осы үйім түгелдей подерлік. Немерем бар, 4 жиенім бар, 4-еуіне киімді осы жерден алам, өзіме де алам, 25-тегі балама да алам, барлық қыздарыма да алам, киімдерін алам. Жаңағы үйге керекті заттарының барлығын шалыңашы. Шалыма да бір джинсы шалбар алып бергенмін. Бір комплименттен ол айтты. Қазір жасы енді 60-қа шығайын деп отыр ғой, Ләззат деп. Мына үкіметтің жеңсенен мына жеңсенің көп айырмашылығы бар екен деп. Ол не болып қатты? Қалай екен деп, мен шалбар кимейтін адаммын ғой. Сөйтегенімді айтты. Бұл отырып тұрғанда жаңағы бірге жерге барып жата кеткен уақытта өте денең ыңғайлы екен деп айтты да маған. Тағы шалбар алып берді. Әлі алып берген жоқ. Бірін алып берді. Біздің шалбарларымызды, киімдерімізді көп киеміз ғой. Киімдеріміз деген өте балалардың несіне де, денесіне де ыңғайлы, жуғанда да ыңғайлы бір түрлі да, кигенде де. Өзімізде, мен мысалы өзімде киіп жүрмін ғой, аяғыма киетін колготкаларын, ішкі киімдерімді бәрін алып нетіп отырмын. Түнде ұйықтаған уақыттарда өте ыңғайлы қыздар. Сондықтан мен айтқым келеді, барлықтарыңызға да осы бизнесте келгендеріңізге, өздеріңізге бірінші Аллаға, өздеріңе рахмет айтып, сізді шақырған адамдарға да рахмет айтып, өздеріңіздің жаңағы бюджеттеріңізге эконом жасап, табыстарды сіздерге де алыңыздар, жұмыс жасаңыздар, табыс табыңыздар деп айтқым келеді. Болашақ жастардікі, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Мынау жаңағы осы алдымызда келе жатырған 9 май жеңіс күні барлықтарыңызға да құтты болсын. Осындай тұспа-тұс келіп жатырған жаңағы менің өткізіп жатырған құттықтау кешіме келіп жатқандарыңызға тағы да көп мыңда бір рахмет айтамын.